Астанадағы тұрғын үйдің бірінде балалар алаңында электр тоғына түскен 5 жасар бала жансақтау бөліміне жеткізілді. Дәрігерлер оның жағдайын ауыр деп бағалап отыр. Бұл туралы баланың анасы Ұлжан Абдумаликова хабарлады. Менің талаптарым баламды аман сауғып, өз орнына келтіріп берсін. Қандай операциясы бар, қандай жағдай болып жатыр, қай жерге несі керек, тері жалғау керек па, қандай мамандарға апару керек, логопед, психолог, мықты мамандарға, дәрігерлерге, бәріне мен баламды қарату керек. Менің талабым сол. Менің баламды аман сауғып алып кеп берсін. Мен әлі баланы көзбен көрген жоқпын. Реанимацияда кіргізіп жатқан жоқ, әлі көруге болмайды дейді. 24 сағат өтеді, сосын хабарын айтамыз дейді. Астана қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, зардап шеккен балаға қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Қазір ол жансақтау бөлімінде дәрігерлердің бақылауында. А105 көшесіндегі нөмірі 11 үйдің тұрғындары оқиғаның 16 тамызда үйдің маңында балалар алаңында болғанын айтады. Куәгерлердің айтуынша, электр кабелінің бірнеше тармағы болған. Олардың бірі тікелей балалар алаңының аумағы арқылы өтеді. Кабельдің бір бөлігі ашық жатқан. Тұрғындар оқиға болған түні кабельден ұшқын шыққанын айтады. Бұл маңда Ғаламат құрылыс компаниясы жеке тұрғын үй құрылысын жүргізіп жатыр. Компания өкілдеріне электр кабелін талапқа сай орналастырып, көміп тастау қажеттігі бірнеше рет айтылған. Бірақ бала тоққа түскен соң ғана кабель тоқтан ажыратылды. Компания өкілі жансақтау бөлімінде жатқан балаға көмек қолын созамыз деп ақталып отыр. Кінәлі тұлға жауапкершілігін тартады. Біз енді қазір сол компанияның өкілі ретінде жәбір шеккен адаммен сұхбаттасып, материалдық шығынды өтеу үшін амалдар жасап жатырмыз. Соны айтайын дегенбіз. Материалдық шығын ба, денсаулығы бойынша ма, мысалы, дәрі-дәрмек керек па, оны өтеуге дайынбыз. Астана қаласының Сарайшық аудандық әкімдігінің мәліметінше, аумақтағы кабель мәселесіне бұған дейін де ескерту жасалған. Тексеру қорытындысы бойынша компанияға кабельдің орналасуына қатысты заңбұзушылықты жою тапсырылған. Сонымен қатар құрылыс жұмыстарына қатысты басқа да кемшіліктер анықталған. Оқиғаға байланысты құқық қорғау органдары сотқа дейінгі тергеуді бастады. Айттық мына бәрін. Олар кезінде жауып кетеді, жаңбыр жауып кетеді. Кабельдер қайтадан ашылып қалады. Қайтадан барамыз, сөйтіп жүрдік те, енді оқиға мынаған алып келді ғой. Бала кеше күйіп қалды тоқтан. 70 сантиметр тереңдікте жату керек негізі, снип бойынша. Любой кабель жаңағы үлкен несі киловаттық тоқтары бар, солар 70 сантиметр, 80 сантиметр тереңдікте жату керек бай. Бұл ашық жатыр, я. А105 көшесіндегі нөмірі 11 үйдің тұрғындары ашық-шашық жатқан электр кабеліне қатысты құзырлы органдарға 2 айдан бері шағым түсіріп, қауіптің алдын алуды айтқан. Өкінішке орай жағдай 5 жасар баланың тоққа түсуімен аяқталды. Әділет ТВ, Астанадан.